Жалпы жастар дегеніміз баршамыз білеміз енді әлеуметтегі бір ең белсенді бұл мүшелер деп айтсақ болады. Бір үнемі ортаны өзгеріске ұшырататын, бір алдыңғы ой пікірлерді жеткізетін кісілердің бір тобы деп қабылдасақ болады деп есептеймін. Жалпы енді жастарды қазір күнімізде әлемде әртүрлі зумер, Z буын өкілдері деген сияқты бөліп қарап жатады. Енді ол буын өкілдерінің әртүрлі өзіндік ерекшеліктері бар. Енді білесіздер, бұрынғы алдыңғы буын өкілдері бір нәрсені тұрақты жұмыс жасайтын болса, қазіргі жастарда байқайтын жерсіз, бір жылдап, 2 жылдап тез ауысып жатады. Енді бұл жерде маңызды нәрсе бір ескеруіміз қажет. Бұл нәрселерді, бұл үрдістерді негізі біз 100% жақсы нәрсе немесе 100% жаман нәрсе деп позитивті немесе негативті қабылдап қажет жоқ деп ойлаймын. Бұны бағанағыдай адамның өзіне тән ерекшеліктер деп айтсақ болады. Өйткені енді олардың киім кию үлгісі болсын, шаш қою үлгісі байқайсыз қоғамнан ерекшеленіп тұрады. Жалпы енді ол діни сарында да өз белгілерін көрсетіп жатады. Көпшілігіңіз қоғамдық орындарда, мысалы қоғамдық көліктерде бәлкім байқағанда шығарсыздар, сырт бейнесінде мәселен электронды тәсіпелерді ұстап жүреді үнемі. Зікір салауаттарын кейін енді көп аудитория жинайтындай Нұрсұлтан Рысмағамбетов ұстаз сияқты ұстаздардың мысалы сира дәрістерін өте жақсы меңгерген бұрынғы топ өкілдеріне, буын өкілдеріне қарағанда. Және де енді ол жерде менің өзім байқағаным сопылыққа, бір рухани ихсанға бетбұрыс бар секілді қазір жастарда, дін жағынан. Демек, мешітке барсаңыз, мысалға сіздерде орталық мешіт Иманғали мешіті ғой, Аха. Жамағаттың көпшілігін демек жастар құрайды деген сөз ғой, иә? Әлбетте. Бұл енді әлемдік практикада. Бұл жақсы үрдіс па, жаман үрдіс па? Бұны енді айтып өттім ғой, біз 100% жақсы, 100% жаман деп айтудан аулақпыз. Енді ғылыми негізде тек қана сараптама жасап, ары қарай бағасын беріп, қорытындылап бір ерекшелік ретінде қабылдасақ болады. Мен жаратушысын таныған, білген жас жаман болмайтын шығар дегенім ғой мен жалпы. Әлбетте енді дін ұстансаң қасиетің, ұстана алмасаң қасіретің деген жақсы сөз бар ғой. Бірақ бір жағдайда қасірет болып қалып жатқан тұстары да бар.